Аяғда деймін да, әкеміз осы қырда жүретін болды, бәріміз де қырда өстік қой. Сол кезде мен келгіміз келмейтін еді. Қалаға қашасың, ауылға қашасың, ошын қырға келгің келмейді. Дым ойламайсың ғой, болашағымызды ойламайсың. Ақыры жастық кез болады деп ойлаймын. Сол кезде мысалы әкемізге көмектесіп, малымызды бағып, асырап, туғызып, көбейтіп, қаймағын сатып, сөйтіп отқанда бәлкім бір жақсы бір жетістікке жетер ме едік деп ойлайсың ғой, малмен. Қазір енді ат болып анда жетсең мында жетпейді, мында татсаң анда жетпейді. Айтайын дегенім бұл емес, жалпы менің айтайын дегенім уақытты жастық кезді босқа өткізбеу керек екен. Соны айтқым келіп тұр. Қазіргі жас жігіттер бар мысалы, өсіп жатқан, көшеде атысып, шабысып, тал түске дейін ұйықтап, сөйтіп жүрмеу керек екен да. 30-ға дейін айып тастау керек екен. Бір алдыңа мақсат қойып, соны хотя бы бір қадам болса да жасап қою керек екен. Қазір неше жастасың? Сол жаста болсаң бола бер. Сол жаста уже бір қадам жасап қою керек екен. Үй салатын болсаң, өзің үйің ескі ма, белгілі ғой, көрініп тұрады. Үйің ескі ма, дальнейшем үй саласың ба, фундаментіне уже жұмыс жасай беру керек. Үй салып машина аласың ба, соған ақша жинай беру деген сияқты бір мақсат қойып тастау керек екен. Мен просто өзімнен басына өткен нем ғой, қателігім, менің өзімнің жасаған қателігім. Жастық шағымда бостан бос кайфушамен қаңғыруым өткізіп тастағанмын ғой. Жігіттерге айтамын, ертең дальнейшем сендер де өкінесіңдер бар ғой. Неге солай өткіздім екен жас кезімді деп сендер де өкінесіңдер. Сол үшін өкінбес үшін қазірден бастап әрекет етіп тастау керек екен. Енді өзің ақылың өзіңе деулері мүмкінсіңдер. Просто енді өзімнің басынан өткен болғасын совет қой, құттай болса да. Енді керек адам алады, керек еместерін қаңғитындан дальше қаңғи бересіңдер, өздерің білесіңдер ғой. Бір зарплатқа бір неге қарап отыру өте қиын. Қиын өте зарплатпен өмір сүру. Миллиондап таппасаң 200 мың, 300 мың зарплатпен өмір сүру қиын.